Тырнаның аяғы неге көріксіз? Ертеде Бабыл шаһарында Намрут деген патша болыпты. Ол Ыбырайым пайғамбарды жау көріп отқа өртемек болады. Терең ор қазып, оған 30 арба отын төгіп, Ыбырайымды сонда қамайды. Сол сәтте пайғамбарды құтқармақ болып құстар ұшып келіпті. Соның ішінде тырна да бар екен. Ол жанған отқа лап беріп, пайғамбарды аршып алмақ болады. Өртке оранған ағаштарды аяқтарымен қысып ұстап, алысқа апарып тастай береді. Бірақ лаулаған отты тоқтата алмайды. Кейбірінің денесі жанып, сол заматта өртеніп кетеді. Бірақ сонда да тырналар отқа ұмтыла беріпті. Бір кезде Тәңірі Тағалаға отқа бұйырыпты: менің халеліме жалының тимесін деп әмір етеді. От тоқтап, пайғамбар аман шығыпты. Ал тырнаның аяғы шоққа күйіп, көріксіз болып қалыпты. Содан бастап ол ағаш көрсе қонбайды екен. Пайғамбарға болысқаны үшін Құдай оған кие дарытты. Кім тырнаны өлтірсе, Ыбырайымның наласы ұрады дейді. Тырналар қиғаштап, сап құрып ұшады. Үйірді мықты көсемі бастайды. Көсем қартайғанын, не өзен мықты тырнаның барын көрсе, жолды соған табыстайды екен. Адамдар сияқты билікті өлгенше басқарамын деген түсінік тырнада жоқ екен. Тырна махаббатына берік. Серігі жоғалып кетсе, 7 жыл күтеді екен. Сосын барып жұп құрады. Серігі көз алдында аңшы қолынан мерт болса,